Саламатсыздар ма? 15-ші дәрісіміздің тақырыбы етістіктің сөз жасамы. Сабағымыздың жоспары етістіктің синтетикалық сөз жасамы, етістік жасайтын сөз жасамдық жұрнақтар, етістіктің аналитикалық сөз жасамы, күрделі етістіктер жүйесі, кіріккен күрделі етістіктер, тіркескен күрделі етістіктер, құранды етістіктер, қосарланған етістіктер және тұрақты тіркес етістіктері. Синтетикалық тәсіл сөз жасамдық жұрнақтар арқылы жаңа етістік жасау тәсілі. Екі негізгі құрамдас бөлігі бар. Бірінші негізгі түбір, яғни түбір сөз, және екіншісі жұрнақ. Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған етістіктің түрлері: туынды түбір етістік, яғни жұрнақтар арқылы жаңадан етістіктің туындауы, тыңда, жазғыс, емдет деген сияқты. Және байлаулы түбірі қазіргі кездегі мағынасыз жеке қолданылмайтын сөздер, мысалы жымый, семір. Негізгі сөздің сипаты негізгі түбір немесе туынды түбір болуы мүмкін. Сөз таптары мен жұрнақтардан жасалатын етістіктер. Бірінші зат есімнен жасалатын етістіктер, мысалы балтала, жемде, яғни түбірі балта, жем деген зат есімге жұрнақтар жалғану арқылы етістік туып тұр. Сол сияқты екінші сын есімнен қара, жақсы сын есімдеріне қарала, жақсылап деген етістіктердің туындауы. Сан есімнен туындайтын етістіктерге мысалы екеуле, есімдіктен өзімсің, үстеуден кештет, одағайдан туындайтын етістіктерге мысалы ойбайла. Аналитикалық тәсіл екі не одан да көп дербес етістіктің тіркесіп жаңа мағыналы етістік жасауы. Мысалы үйге кіріп шық, бізге келіп кет, мұнда беріп кел. Аналитикалық тәсілдің түрлері: бірінші кіріккен күрделі етістіктер, мысалы әкел, алып кел деген екі етістіктің кіру нәтижесінде пайда болған етістіктер. Сол сияқты әпер, болды, алып бер деген екі етістіктің кірігу нәтижесінде туындап тұр. Екінші тіркескен күрделі етістіктер, мысалы барып кел, көріп кет. Үшінші құранды етістіктер, яғни қызмет ет, адам бол. Құранды етістік, яғни бірінші сыңары басқа сөз табынан зат есімнен болып тұр, қызмет ет, екінші сыңары етістік болып тұр. Сондай-ақ қосарланған етістіктер, түрегеліп жүріп кетті, және соңғысы тұрақты тіркес етістіктер, мысалы есінен тану, көз ілу. Тіркескен күрделі етістік құрылымы, яғни бірінші сыңары ауыспалы сыңар, екінші сыңары тірек сыңар, яғни отыр, кет, кел, тұр, бер, сал, тағы басқалар. Көсемше арқылы байланысатын жұрнақтар: ең өнімдісі ып, эп, п, одан кейін а, е, и, ал ең өнімсіз жұрнағы көсемше арқылы байланысатын жұрнақтардың ғалы келі, қалы келі. Синтетикалық тәсіл арқылы жұрнақ жалғанып, жаңа мағынадағы туынды түбір етістік жасалады. Аналитикалық тәсіл арқылы толық мағыналы етістіктердің тіркесуімен жаңа күрделі етістік жасалады. Етістік жұрнақтарының қызметі жаңа сөз жасау, лексикалық мағына түрлендіру, қимыл иесі мен бағытының өзгеруін білдіру. Етістік тудырушы жұрнақтар қазақ тіліндегі етістік сөз жасамының маңызды құрамдас бөлігі. Олар арқылы есім сөздерден немесе басқа етістіктерден туынды түбір етістіктер жасалады. Бұл жұрнақтар бірнеше топқа бөлінеді және әртүрлі мағыналық қырлары бар. Етістік тудырушы жұрнақтардың түрлері мен қызметтерін кеңінен қарастырайық. Етістік сөз жасамдық жұрнақтарға өте бай, олар алуан түрлі. Етістік жұрнақтары түрлі сөз таптары сөздерінен туынды түбір етістік жасайтын болғандықтан, олар есім сөздерден етістік жасайтын және етістіктен етістік жасайтын жұрнақтар болып бөлінеді. Есім сөз таптарының сөздерінен синтетикалық тәсіл арқылы сөз жасамдық жұрнақтар туынды түбір етістік жасайды. Мысалы сына, ойна, қыбырла, жемде, ағар, көбей, қысқар, өзгерт және тағы басқалар. Етістіктен етістік жасалуы да етістіктің сөз жасамының кең орын алады. Мысалы бүрке, келтір, алғыс, сайрат, жөнеткіс. Етістіктің жұрнақтары құрамы жағынан жалаң және құранды болып бөлінеді. Жалаң жұрнақтар бір морфемадан тұрады. Мысалы ақта, есей, сыйла, өзгер деген сияқты. Құранды жұрнақтар ең кемі екі морфемадан құралады. Мысалы лан жұрнағы ла және н жұрнақтары арқылы құранды жұрнақ. Сол сияқты лат, лас, сара, ырай салдары қарулан, әндет, көмектес, ойсыра, ажырай, бадырай деген сияқты. Сонымен бірге етістіктің жекелеген туынды түбір етістік жасаған өнімсіз жұрнақтар да бар. Мысалы ши, ол шұқши, селти, ке, ол иіске, иіс сөзіне жалғану арқылы. Сол сияқты ірке, есірке, мүсірке, тосырқа деген сияқты сөздерді айтуға болады. Келесі есімдерден етістік жасайтын жұрнақтар. Есім сөздерден етістік жасайтын жұрнақтардың мағынасы әртүрлі. Негіз сөздегі сындық белгіні қималға айналдыратын жұрнақтар. Мысалы лале, ақта, қарала, көкте, ар-ер, көгер, ағар, бозар, қуар, тағы басқалар. Сол сияқты ар, ай, ей, қарай, ар, қызар жұрнақтар арқылы біздің
сын есімдеріміз етістікке айналады. Нақтылы заттық ұғымды қимылға айналдыратын жұрнақтар ол біріншіден дене мүшелерінің қимылға түсуін, яғни дене мүшелері арқылы жасалатын қимылды білдіретін туынды түбір етістіктер жасайтын жұрнақтар. Олар лалия мысалы баста, көзде, қолда, аяқта. Екінші туу көбейту қимылын жасайтын жұрнақтар лалия мысалы балала, қозда, бұзаула, төлде. Үшінші құрал арқылы жасалатын қимылды білдіретін жұрнақтар. Мұнда дағы лалия, бірақ құрал арқылы мысалы балтала, пышақта, арқанда, балта, пышақ құралдар арқылы етістіктің, яғни іс-қимылдың туындауын айтсақ болады. Төртінші объектідегі заттық ұғымның қимыл әрекетін көшуін, яғни одан етістік жасалуын білдіретін жұрнақтар. Лалия бұл жерде күмісте, алтында, қаңылтырла, шыныла, айы жұрнағы ата, аса, деме, ота, қаркер жұрнағы басқар, ескер, сер жұрнағы мысалы тексер, шышы жұрнағы арқылы аунақшы, дөңбекші, жаншы деген сияқты етістіктер туындайды. Және бесінші мөлшер, шама мәнді етістік жасайтын жұрнақтар. Мысалы лалия бұл жерде шелекте, бөшкеле, қасықта, қапта, тоннала деген сияқты етістіктер туындайды. Алтыншы негіз сөздің мағынасынан дыбысқа қатысты етістік жасайтын жұрнақтар. Мысалы лалия жұрнағы бұл жерде тарсылда, сартылда, гүрсілде, яғни еліктеу сөзге жалғану арқылы етістік туындап тұр. Сол сияқты ыра, іре жұрнағы дүркіре, күркіре, сарқыра етістіктер туындайды. Айы жұрнағы арқылы салдыра, күлдіре, күркіре, қырқыр жұрнағы арқылы ақыр, жазғыр, ысқыр. Бұлар кіріккен көне түбірлер. Жетінші мекендік мәнді етістік жасайтын жұрнақтар. Лалия арқылы өрле, тұрақта, жағала, мекенде. Үстеуден де осы мәнді етістік жасайды. Мысалы жоғарыла, төменде. Ласес жұрнағы арқылы орналас, жайлас. Келесі заттық ұғымнан жетімсіз қимылды, зәрушілікті білдіретін қимылды жасайтын жұрнақтар. Мысалы сыра сіже жұрнағы арқылы қансыра, жетімсіре, ойсыра, күлімсіре. Тоғызыншы сын бейне мәнді жасайтын жұрнақтар. Ти, қазды, дұрды, сұсты. Келесі субъектінің әдеттенген қимылын өзіне тікелей қатысты қимылды білдіретін етістік жасайтын жұрнақтарымыз. Ық жұрнағы арқылы құнық, дәнік, бірік, жолық. Ана, әне жұрнағы арқылы есіне, қатына, пысына. Қаке арқылы иіске. Анен жұрнақтар арқылы мысалы жирен, оян, басын, жұбан, үйрен етістіктер туындайды. Келесі етістіктен етістік жасайтын жұрнақтар. Етістіктен етістіктің жасалуы екіге бөлінеді. Етістіктегі лексикалық мағынаны түрлендіру және етістіктегі лексикалық мағынаға объектілік, субъектілік мағыналар қосып түрлендіретін жұрнақтар. Етістіктегі лексикалық мағынаны түрлендіретін жұрнақтар біріншіден түбір етістіктегі лексикалық мағынаны түрлендіретін жұрнақтар көп емес. Олардың көбі өнімсіз жұрнақтар. Тіпті бір туынды түбірлерде кездесетіндер де бар. Мысалы қырғы, сырғы, ызғы, кергі. Мысалы ызғып отырып тез жетті. Сол сияқты лалия жұрнағы үрле, бүкте, тістеле, сүйреле, қайрала, жетеле. Мысалы саған қарайлап қалдым. Бұл жерде лалия жұрнағы арқылы етістіктен етістік туындап тұр. Келесі қыла, кіле жұрнағы арқылы шапқыла, кескіле, ұрғыла етістіктер туындаса, ыңқыра, іңкіре жұрнақтары арқылы алыңқыра, бұзыңқыра, беріңкіре, шышы жұрнағы арқылы шапшы, тапшы, дік жұрнағы арқылы көндік, килік. Рей жұрнағы арқылы тесірей, тікірей, ір жұрнағы арқылы қаңғыр, бітір, батыр, жыра, жүре жұрнағы арқылы тұнжыра, болжыра, ғаге жұрнағы арқылы қорға, қозға, бүрке, ғыт жұрнағы арқылы құйғыт, орғыт, мысалы орағытып сөзден сатпайды деген сөйлемдегі орағы сөзіндегі ғыт жұрнағы арқылы етістік туындап тұр. Және де ж жұрнағы арқылы улыжы, тамылжы, ік жұрнағы арқылы көнік, кезік етістіктерін алсақ болады. Субъектілік, объектілік мәнді жұрнақтарды етіс жұрнақтары деп санайтыны белгілі. Бұл жұрнақтар түбір етістіктерге жалғанып, оларға қимылдың иесі, қимылға түсетін объекті туралы мән қосып, түбір етістіктегі лексикалық мағынаның үстіне әртүрлі мағына қосады. Сондықтан олар етістіктің лексикалық мағынасын түрлендіретін жұрнақтар болып саналады. Олардың әрқайсысы туынды түбір етістік жасайтын болғандықтан, туынды түбірлердің де негізгі сөз қызметін атқаратын заңдылығы бойынша сөздің құрамында ол жұрнақтар бірнешеу бола береді. Мысалы, жаздырылмады, жуындыр, алғыздыр, сыйлаттыр. Бұл жердегі н жұрнағы, мысалы жуын, кейін, жасан. Бұл жұрнақтар етістіктің лексикалық мағынасының үстіне қимылдың иесі де, қимылға түсетін зат та бір зат деген мағынаны қосады.
Мысалы, жуынып таранды, жан-жағына қаранды. Яғни бұлар етістіктің етіс жұрнақтары. Сонымен етістіктен етістік жасайтын жұрнақтарды екіге бөлеміз. Біріншісі етістіктегі лексикалық мағынаны түрлендіру, екіншісі етістіктегі лексикалық мағынаға объектілік, субъектілік мағыналар қосып түрлендіретін жұрнақтар. Күрделі етістіктер. Күрделі етістіктер дегеніміз екі немесе одан да көп сыңарлардан құралған бір тұтас мағына беретін етістік сөздер. Күрделі етістіктердің бірнеше түрі бар. Олар кіріккен күрделі етістіктер, тіркескен күрделі етістіктер, құранды етістіктер, қосарланған етістіктер және тұрақты тіркес етістіктері. Кіріккен күрделі етістіктер бұл екі сыңардан құралып бір тұтас мағына білдіретін туынды етістіктер. Бұл етістіктердің сыңарлары дыбыстық құрамын өзгертіп, бірақ мағыналық тұрғыдан толық сақталады. Мысалы, апар, алып, бар деген екі етістіктің тіркесуі арқылы кіріп тұрған күрделі етістік, бірақ мағынасы сақталып тұр. Сол сияқты әкел, алып кел сөздері арқылы, әпер, алып бер сөзінің кірігуі арқылы және әкет, алып кет сөздерінің кірігуі арқылы жасалған етістіктер. Кіріккен күрделі етістіктердің алғашқы сыңарлары толық мағыналы етістіктер болып, кейінгі сыңарлармен бірігіп жаңа мағына жасайды. Бірақ дыбыстық құрамындағы өзгерістер толық сақталмауы мүмкін. Келесі тіркескен күрделі етістіктер. Тіркескен күрделі етістіктер екі етістік сыңарынан тұрады және бір лексикалық мағына білдіреді, бірақ емле бойынша бөлек жазылады. Бұл етістіктердің сыңарлары мағыналы етістіктерден құралған. Мысалы, алып қайт, біліп бер, қайтып кел. Тіркескен күрделі етістіктердің сыңарлары да, олардың мағыналары да бірігіп жаңа бір қимыл ұғымын жасайды. Бұл етістіктердің бірінші сыңары мен екінші сыңары етістіктер арасында айтарлықтай айырмашылықтар болады. Тіркескен күрделі етістіктерде сыңарлар екі топқа бөлінеді. Біріншісі ауыспалы сыңар, яғни бұл сыңар бірінші орында тұрады. Алып, кел, беріп кет бірінші сыңары. Екінші тірек сыңары бұл екінші орында тұрады. Мысалы, біліп бер, көріп кел. Келесі құран етістіктер. Құран етістіктер есім сөздер мен көмекші етістіктердің тіркесу арқылы жасалады. Бұл етістіктер қимылдың мәнін қосу үшін көмекші етістіктер пайдаланылады. Мысалы, қызмет ет, қызмет зат есімен етістіктің тіркесу арқылы құранды етістік туындап тұр. Сол сияқты құрмет ет, жәрдем ет, қамқор бол сөздерін алуға болады. Төртінші қосарланған етістіктер. Қосарланған етістіктер екі етістіктің қайталануы арқылы жасалған күрделі етістіктер. Бұл етістіктер көбінесе әрекеттің қайталануын, оның ұзақ уақыт бойы жүзеге асуы немесе бір мезгілде жасалатын қимылды білдіреді. Мысалы, келіп кетіп, ашып жауып, жүріп тұрып, күліп ойнап. Бұл етістіктерде екі қимыл қатар жүзеге асатындығын немесе әрекеттердің қайталануын білдіретін мағына бар. Бесінші идиомаланған күрделі етістіктер. Идиомаланған күрделі етістіктер тұрақты тіркестерден жасалған күрделі етістіктер. Олар бір тұтас мағына беріп, тіркескен сөздер арқылы белгілі бір қимылды білдіреді. Бұл етістіктер көбінесе метафоралық немесе бейнелі мағынада қолданылады. Идиомаланған етістіктердің мағынасы тікелей қолданылып тұрған сөздерден бөлініп, метафоралық тұрғыда анықталады. Мысалы, көзге түрткі болу, көзден ғайып болу, зәре-құты қалмау, төбе шашы тік тұру, қара терге бату. Сонымен қорыта айтқанда, қазақ тіліндегі күрделі етістіктер әртүрлі құрылымдар мен мағыналарға ие, әрі олар тілдегі қимыл әрекеттерін дәлірек және бай түрде білдіруге мүмкіндік береді. Олар күрделі қимыл ұғымдарын көрсету үшін әртүрлі тілдік тәсілдер мен құрылымдар арқылы жасалады. Келесі теориялық білімді тексеруге арналған тапсырмалар. Берілген терминдерді анықтамасымен сәйкестендіреміз. Берілген терминдер синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, туынды түбір етістік, тіркескен күрделі етістік. Келесі тапсырма мысал арқылы жазу. Берілген етістіктерді синтетикалық немесе аналитикалық тәсілмен жасалғанын мысал арқылы дәлелдеңіз. Берілген сөздер біліп кел, тістеле, апарып бер, қызар. Келесі тапсырмада идиомаланған етістіктерді талдаймыз. Берілген етістіктердің мағынасын түсіндіріңіз. Көзге түрткі болу, қара терге түсу, жүрек жұтқан, сөзге тоқтау, қолға түсу. Құранды етістіктердің әрқайсысын сөйлемде қолданыңыз. Құранды етістіктер: қызмет ету, әуре қыл, қамқор бол, талқан ет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.